Су Бадеге айрылсайық дейді. Баде жылап үйден шығып бара жатқан кезде Мехмет оны қайда барасың деп тоқтатады. Баде Мехметке сен дұрыс айтыпсың дейді. Жүсіп маған ажырасайық деді. Сондықтан үйден кетіп бара жатырмын дейді. Мехмет іштей қуанып кетеді. Егер Жүсіп Бадеден ажырасса, онда Мехметтің арманы іске асады. Бадеге ол үйленбекші. Хауаның тірі екенін білген Жүнейд соның қасынан шықпайды. Хауа жатқан үйдің ауласына жерді қазып тапаншаны тығып қойды. Ол тапанша Мехметтікі еді. Жүсіп Хауаның үйіне келсе, әкесі Хауаның киімдерін сөмкеге салып жатыр екен. Хауаның киімдерін көршінің қызына бергелі жатырмын деп өтірік айта салады. Жүсіп Хауаның бөлмесіне кірейінші деп рұқсат алады. Хауаның бөлмесіне кіреді, оның заттарын ұстайды, киімдерін ұстап, иіскеп жылайды және Хауаның жастығын құшақтап жылап жатқан кезде Хауаның әкесі кіріп, Жүсіпті аяп кетеді, ол да жылап тұрады, бірақ Хауа тірі деп айтпайды. Хамет Бадемен кездесуге келеді. Жүсіпті кешір, қазір оның жағдайын білесің, көп қайғырып жүр, ол қателесті дейді. Оған соңғы мүмкіндік бер деп Бадеге жалынады. Баде айтады, бұл жерде сіз емес Жүсіп болу керек, сондықтан да Жүсіпке менің керегім жоқ дейді. Сіз кетіңіз деп Хаметті шығарып салады. Хамет кеткен соң Баде жылап тұрып Жүсіптің берген жүзігін шешеді. Хамет Жүсіпке Бадені қайта қосу үшін тағы да өтірік айтты. Хауа сені алдаған екен, ол Жүнейдтен 2 қабат екен, сондықтан да Жүнейд сені сол кезде өлтірмекші болыпты дейді. Жүсіп сен өтірік айтып отырсың деп шошып кетеді, бірақ Хамет айтқаннан қайтпайды. Сол кезде Жүсіп онда сөздеріңді дәлелде дейді. Екеуінің әңгімесін Пынар естіп қойған екен. Сұлтанға келіп, Хауа Жүнейдтен 2 қабат екен ғой деп оған соны жеткізеді. Хамет Хауаның әкесіне келеді. Хауа Жүнейдтен 2 қабат еді деп барып менің балама айтасың дейді. Хауаның әкесі қарсы болады. Мен қызымның намысын таптамаймын деп ол кетіп қалады. Хамет бас дәрігерге келеді, оған үлкен көлемде ақша береді. Сөйтіп, Хауаның 2 қабат екенін растайтын анықтама жаздырып алады. Жүнейд Мехметке тапанша керек болса, маған орнына ақша бересін деп оны кездесуге шақырған еді. Жүнейд Мехметтен алған ақшаға Хауаға тыныс алуға көмектесетін аппарат сатып алмақшы еді. Бірақ Жүнейд әлгі тапаншаны жоғалтып алған еді. Мехметке сен маған ақшаңды бере тұр, тапаншаңды жоғалтып алдым деген кезде Мехмет оны ұрып тастайды. Жүнейд зорға құтылып қашып кетеді. Ремзи әлгі аппаратты алу үшін Хаметтің айтқандарымен келіседі. Сөйтіп Жүсіпке келіп, Хауа Жүнейдтен 2 қабат еді деп айтады. Жүсіп өз құлағына сенбейді, қатты жынданады, Ремзиді қуып жібереді. Ремзи кетерінде сені қатты қайғырмасын деп, Хауаны ұмытсын деп айттым деп кетерінде айтып кетеді. Пынар Ремзидің айтқандарын естіп қойған еді, келіп сұлтанға айтады. Өз құлағымен естім, Хауаның әкесі келді, Хауаның Жүнейдтен 2 қабат болғанын айтты дейді. Ремзи сыртта жылап отырған еді. Осылай жасауға мәжбүр болдым, Хауаға аппарат алу үшін ақша керек еді деп. Оның жанына сұлтан келеді де, сен өлген қызыңның намысын кірлеттің, ақшаға сатылған бәле екенсің деп Ремзидің бетіне түкіріп кетіп қалады. Сұлтан Жүсіпке келеді, Ремзиге сенбе, ол ақшаға сатылған, ақша үшін бәрін айта береді дейді. Хауа сені алдаған жоқ, Хауаның ар-намысы таза болатын дейді. Бірақ Жүсіп сұлтанның сөздеріне сенбейді, ол сұлтанға дәрігерден алған анықтаманы беріп кетеді. Сұлтан анықтаманы ашып қараса, ол жерде Хауаның шынымен де 2 қабат болғаны жазылған екен. Сұлтан Жүсіпті сендіре алмаған үшін отырып жылайды. Ремзи Жүсіпке Хауа 2 қабат болғаны еді деп өтірік айтқаны үшін Хамет Ремзиге үлкен көлемде ақша береді. Ал Ремзи ол ақшаға Хауаға тыныс алуға көмектесетін аппарат сатып алады. Хауаның күтуші медбикесі досына Жүнейд туралы айтып береді. Әлгі досы Жүнейдке қарап, мынаны мен бір жерде көрген сияқтымын ғой деп газет беттеріндегі Жүнейдтің суретін тауып алады. Солай Жүнейдтің полициядан қашып жүрген қылмыскер екенін біліп қояды. Жүсіп анасы айтқан Хауа туралы өтіріктерге сеніп қалды. Бүгін Хауамен қоштасып, жаңа өмір бастау үшін оның басына келеді. Хауаның жүзігін қоштасқандай болып қабір тасының үстіне қойып кетеді. Сол уақытта Хауаның жүрегі сезді ме, ол есін жияды, комадан шығады. Хауа тірі.